үйренгісі келетін шығар. Қазақтың ұлттық өнерін насихаттайтын арнаға қош келдіңіз. Бүгін сіздерге көп адамның өтініші бойынша Тоқтар Серіковтің Дүние-ай атты өте керемет танымал термесін домбырадай киелі аспапта толық тартып үйрететін боламын. Ендеше видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіз. Бұл термені видео сабақ ретінде шығаруды менен көп адам өтінген болатын. Егер сіз менің арнама жаңадан қосылып отырған жан болсаңыз, дәл қазір видеоның астында тұрған подписаться деген сөзді басып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыз. Себебі әр апта сайын сіздер өтінген барлық қазақша әндерге ретімен мен видео сабақ шығарып отырамын. Барлығы сандық нотамен түсіндіріледі, өте түсінікті. Домбыраны мүлде тарта алмайтын адамдардың өзі менің сабақтарымды көру арқылы әндерді домбырада шығара алады. Сізге де сәттілік тілеймін. Жалпы менің арнама жаңадан қосылып отырған адамдар үшін тағы да бір нәрсе айта кетейін. Менің арнамда домбыраны нөлден бастап ең жоғарғы деңгейге дейін тартып үйреткен осындай видео сабақтар бар. Көрсеңіз, осы сабақтарды домбыраны толық үйрене аласыз. Және осы сабақтардың ішінде көп адам менен сұрайтын тез қағысты қағу, сандық нота жазбаша нұсқаны түсіну, ортаны басу және домбыраны екі саусақтап жоғары жағында тарту сияқты қиын видео сабақтар осылардың ішінде бар, толық түсіндірілген. Егер сізге осы нәрселер түсініксіз болса, көріп үйреніп алсаңыз болады. Дәл қазір сізге осы видео сабақ түсінікті болу үшін мынаны білсеңіз болғаны, жалпы менің түсіндіруім бойынша домбыраның ең жоғарғы жағында тұрған перне бұл 0. Ал мына ақ нүкте тұрған осы бірінші перне. Яғни осыдан басталады, ары қарай санап кете береміз. 2, 3, 4, 5, 6 болып, дәл қазір мен сізге 4-ті бас десем 4-ті, 3-ті бас десем 3-ті, мен қай пернені айтсам, соны анық дұрыс басып отырсаңыз болды, қалған бәрі өте оңай. Ендеше сізге барлығы түсінікті болса, әнді үйренуді бастайық. Ең алдымен әдеттегідей әнді домбырада толық тартып көрсетемін. Мұқият айтылуына мән беріп тыңдап отырыңыз. Шардың шетін құлайма деп, ішпедім арықтан сулайма деп, қорқамын дос болуға жаман менен, тар жерде ер тоқымын сұрайма деп, қыздар бұлбұл жігіт дүлдүл дүние жалған әләуләйлі жақсылар жақсымын деп айта алмайды, жамандар жақсымын деп айқайлайды. Жүрген соң бауырында күнде күліп, таулардың биіктігі байқалмайды. Қыздар бұлбұл жігіт дүлдүл өтіп барады, өмір құрғыр ақау арман, дүние жалған әләуләйлі әләуләйлі. Жолықсаң біздің жақтың тентегіне, өмірдің өкінбейді ау келтеңіне, үйдегі жалғыз атын сойып беріп, жүген ұстап қалады ау ертеңіне. Қыздар бұлбұл жігіт дүлдүл
Егер дәл осы керемет термені сізде домбырада толық тартып үйренгіңіз келсе, видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіз. Дәл қазір сіз үшін әннің дәптерге жазылған сандық нотасын көрсетіп өттім. Сандық нотасы және видеоның астында описаниеде және комментарийде міндетті түрде қалдырылады. Соған қарап үйренсеңіз де болады. Ал енді біз ең алдымен әнді домбыраға салуды бастайық. Жай темппен үйретемін. Өте оңай ән, мұқият көрсеңіз, өте оңай. Жалпы әннің қағысы былай: төмен, жоғары, жоғары. Төмен, жоғары, жоғары. Үнемі осы үш қағысты қателеспей қағып отырыңыз. Ең алдымен біз осылай жай үйренеміз. Одан кейін жаңа мен тартқан сияқты тез қағысқа салғыңыз келсе, тез қағыс былай болады: төмен, төмен, жоғары. Негізі терме болғандықтан бұл ән жай баяу орындалады. Сондықтан бұл әнді жай темппен жаңағы төмен, жоғары, жоғары үш қағыспен ойнасаңыз болады. Қазір сол бойынша үйренеміз. Бірінші шумағының бірінші қатарындағы сөздер домбыраға салуды бастайық. Ол сөздер: баспадым жардың шетін құлайма деп. Осыны домбыраға саламыз, мұқият қарап отырыңыз. Ең алдымен бас деген буынды ашық, ешқандай пернені баспай бір қағыс қағып айтамыз. Бас. Па деген буынды айтатын кезде енді бірінші пернені бірінші саусақпен ұстаймыз, бір қағыс. Па. Келесі дым деген буынды айтатын кезде екінші пернені ұстаймыз, екінші саусақпен бір қағыс. Дым. Келесі жер деген буынды айтатын кезде бірінші пернені бірінші саусақпен ұстаймыз, бір қағыс қағамыз. Жер. Одан кейін дің, шетін деген буындардың барлығын екінші пернені екінші саусақпен ұстап тұрып айтамыз. Және осы жерде біз үш қағыс қағамыз, үшеуі де жоғары қарай болады. Дің, шетін. Осылай сәл-сәл төмен, жоғары қағыстың ережесіне сәйкес келмей қалатын жерлер бар осындай, бірақ осылай қақсаңыз дұрыс болады. Келесі қо деген буынды айтатын кезде бірінші пернені ұстаймыз қайтадан, бір қағыс қағамыз. Қо. Лай деген буынды айтатын кезде екінші пернені ұстаймыз, бір қағыс қағамыз. Лай. Ма деген буынды айтатын кезде бірінші пернені қайтадан бірінші саусақпен ұстап, бір қағыс қағамыз. Ма. Ең соңғы деп деген буынды айтатын кезде негізінде ашық ортаға барамыз. Төмен, жоғары, жоғары үш қағысымызда үш рет ойнаймыз. Сонда жалпы 9 қағыс ойнаймыз. Осылай. Егер сіз ортаны ұстай алмайтын болсаңыз, онда жай ғана ашық төмен, жоғары, жоғары үш қағысты үш рет ойнасаңыз, 6 қағыс ойнасаңыз болады. Осылай. Сізге түсінікті болды деген ойдамын. Бірінші қатар осымен аяқталды. Енді екінші қатар. Мұқият қарап отырыңыз, осыны үйренсеңіз болды. Сіз жалпы жалпы әннің куплетін, шумақтарын домбыраға салған болып есептелесіз. Екінші қатардың сөздері: ішпедім арықтан су ылайма деп. Осыны домбыраға саламыз. Ең алдымен ішпедім ар деген буындардың барлығын біз төртінші пернені бірінші саусақпен ұстап тұрып, осы жерде тұрып 4 қағыс қағып айтамыз. Қағысымыз төмен, жоғары, жоғары, төмен, 4 қағыс. Ішпедім ар. Келесі ық деген буынды айтатын кезде енді 6-шы пернеге қарай жылжимыз, бірінші саусақпен ұстаймыз, бір қағыс. Ық. Тан, су деген буындарды енді 7-ші пернені 2-ші саусақпен ұстап тұрып айтамыз. 2 қағыс қағамыз, екеуі де жоғары қарай. Тан, су. Келесі ы деген буынды айтатын кезде 6-шы пернені ұстаймыз, бірінші саусақпен, бір қағыс қағамыз. Лай деген буынды айтатын кезде енді 9-шы пернеге барамыз. Мінекей кішкентай саусақпен ұстаймыз оны, ал бас бармақ 7-ші перненің жоғары жағында тұрады осылай. Енді осы жерде тұрып бір қағыс қағамыз, жоғары қарай.
лай. Келесі ма деген буынды айтатын кезде жетінші пернені екінші саусақпен ұстаймыз. Дәл жаңағыдай, енді осы жерде бір қағыс қағамыз. Ол да жоғары қарай. Ма. Және ең соңғы деп деген буынды айтатын кезде алтыншы пернені бірінші саусақпен ұстаймыз да, неге төмен жоғары үш қағысымызды үш рет қағамыз, сонда жалпы 9 қағыс қағамыз. Осылай. Жалпы екінші қатар осындай, сізге түсінікті болды деген ойдамын. Енді сізге толықтай түсінікті болу үшін бір рет толық орындап көрсетемін, мұқият қарап отырыңыз. Бірінші және екінші қатарын. Әсіресе қағысқа мән беріңіз. Баспадым жердің шетін қолайма деп. Ішпедім арықтан су ылайма деп. Осылай. Жалпы бірінші және екінші қатарын үйреніп қойдыңыз. Ал енді қалған екі қатары, жалпы әнде 4 қатар болса, соның екеуін үйрендіңіз, ал қалған екеуі дәл осыны қайталау болады. Тек сөздерін дұрыстап, орнына қойып айтсаңыз болды. Әуені қайталана береді, тек сөздер ауысады. Келесі екінші, үшінші, төртінші, бесінші шумақтарының барлығының әуені дәл осы. Әуен қайталана береді, сөздерін дұрыстап орнына қойып айтсаңыз болғаны. Ол үшін жаңа ғана видеоның басында мен әнді толық тәртіп көрсеткен кезімді тыңдап көріңіз, қайта-қайта, сонда қайта-қайта тыңдаған сайын дұрыс орындайтын боласыз. Мінекей әннің ортасына да келіп жеттік. Сіз жалпы әннің шумағын, куплетін домбыраға толық салып қойдыңыз. Енді қайырмасын үйренуді бастайық. Ал сіз егер менің арнама әлі де тіркелмеген болсаңыз, дәл қазір видеоның астында тұрған подписаться деген сөзді басып тіркелуді ұмытпаңыз. Апта сайын осындай қазақша әндерге домбырада видео сабақтар шығып отырады. Арнаға тіркелген болсаңыз, әннің қайырмасын домбыраға салуды бастайық. Жалпы қайырмада да 4 қатар бар, бірақ қазір алғашқы 2 қатарын үйренсеңіз болды, қалған 2 қатары қайталау болады. Ендеше бастайық. Бірінші қатарының сөздері: қыздар бұлбұл, жігіт дүлдүл. Осыны домбыраға саламыз, мұқият қарап отырыңыз. Ең алдымен қыз деген буынды 4-ші пернені бірінші саусақпен ұстап тұрып, бір қағыс қағып айтамыз. Қайырмасында да қағысымыз үнемі төмен, жоғары. Бастайық. Бір қағыс 4-ке. Қыз. Келесі дар деген буынды айтатын кезде 6-ші пернеге қарай жылжимыз. Бірінші саусақпен ұстаймыз. Бір қағыс. Дар. Келесі бол деген буынды айтатын кезде 7-ші пернені екінші саусақпен ұстаймыз. Бір қағыс қағамыз. Бол. Келесі бол деген буынды айтатын кезде тағы да 4-ші пернені бірінші саусақпен ұстаймыз. Және осы жерде тұрып, төмен, жоғары 3 қағысымызды 3 рет қағамыз. Сонда жалпы 9 қағыс ойнаймыз. Бол. Осылай. Енді әрі қарай Ж деген буынды 2-ші пернені бірінші саусақпен ұстап тұрып, бір қағыс қағып айтамыз. Ж. Келесі Г деген буынды айтатын кезде 4-ші пернені бірінші саусақпен ұстаймыз, бір қағыс. Г. Дүл деген буынды айтатын кезде 6-ші пернені кішкентай саусақпен ұстаймыз былай. Мінекей. Және ал бас бармақ 4-ші пернен жоғары жағында тұрады, бір қағыс қағамыз. Дүл. Келесі дүл деген буынды айтатын кезде 2-ші пернені тағы да бірінші саусақпен ұстаймыз да, төмен, жоғары 3 қағысымызды 3 рет қағамыз, сонда жалпы 9 қағыс ойнаймыз. Дүл. Осылай. Жалпы бірінші қатар былай болды, мұқият қараңыз. Қыздар бұлбұл,
түсінікті болды деген ойдамын. Ал енді екінші қатарына көшейік. Оның сөздері: өтіп барады өмір құрғыр. Осыны домбыраға саламыз. Ең алдымен деген буынды бірінші пернені бірінші саусақпен ұстап тұрып, бір қағыс қағып айтамыз. Тіп деген буынды айтатын кезде екінші пернені екінші саусақпен ұстаймыз, бір қағыс қағамыз. Тіп. Ба деген буынды айтатын кезде енді төртінші пернені кішкентай саусақпен ұстаймыз, ал бас бармақ екінші перненің жоғары жағында тұрады осылай, және бір қағыс қағамыз. Ба, рады деген буынды енді бірінші пернені тағы да бірінші саусақпен ұстап, бір қағыс қағып айтамыз. Бұл жерде қағысымыз төмен жоғары 3 қағыс, соны біз 3 рет қағамыз, тағы да 9 қағыс ойнаймыз. Келесі деген буынды ашық бір қағыс қағып айтамыз. Мір деген буынды айтатын кезде бірінші пернені бірінші саусақпен ұстаймыз, бір қағыс. Мір. Келесі қор деген буынды айтатын кезде екінші пернені екінші саусақпен ұстаймыз, бір қағыс. Қор. Ең соңында ғыр деген буынды айтатын кезде негізінде ашық ортаны ұстаймыз, төмен жоғары 3 қағысымызды 3 рет қағамыз, сонда жалпы 9 қағыс ойнаймыз. Ал егер ортаны ұстай алмайтын болсаңыз, дәл жаңағы куплеттегідей ашық ешқандай пернені баспай, 9 қағыс ойнайсыз, төмен жоғары. Осылай. Жалпы екінші қатар былай болады, мұқият қарап отырыңыз. Өтіп барады өмір құрғыр. Осылай. Жалпы сізге мұқият түсіндіріп өтемін. Сіз осымен қайырманы толықтай үйреніп қойдыңыз. 4 қатарды бірінші қатар домбыраға салдық, екінші қатар домбыраға салдық. Екінші қатардан кейін дәл бірінші қатар қайталанады, яғни қалған 2 қатар қайталау болады. Сізге толық тарих көрсетемін, мұқият қарап отырыңыз қайырманы. Және екінші қатардан кейін үшінші қатарға ауысатын кезде музыканы тыңдап отырсаңыз, арасында көп үзіліс болмайды, сразу тағы да басталып кетеді. Үшінші қатар, соған мұқият мән беріңіз, мұқият тыңдап алыңыз. Қыздар жалпы қайырма осылай. Соңына дейін көріп, әннің құрылымына мұқият мән беріп тыңдай кетіңіз. Ал енді әннің құрылымына мұқият мән беріп, соңына дейін көріп тыңдай кетіңіз. Ең алдымен біз әнді айтқан кезде проигрыш деген нәрсені ойнаймыз. Ол жай ғана басында ойналатын әуен, сөз айтпай. Сол кезде біз дәл қазір ғана үйренген қайырманы ойнаймыз. Қайырманың басындағы 2 қатарын ойнаймыз. Жаңағы қыздар бұлбұл, жігіт дүлдүл, өтіп барады өмір құрғыр деген сөздердің әуенін, сөзін айтпай ойнаймыз бірінші проигрыш қылып. Одан кейін бірінші шумақ, одан кейін қайырма, одан кейін екінші шумақ, одан кейін қайырма. Негізінде бұл әнде 5 шумақ бар. Егер 5-еуін де түгел айтам десеңіз, қалауыңыз бойынша айтсаңыз болады. Немесе жаңағы мен сияқты қысқартып 3 шумақ айтсаңыз да болады. Жалпы егер түгел айтсаңыз, екінші шумақ қайырмадан кейін үшінші шумақты ойнайсыз, одан кейін тағы да қайырма, одан кейін арасында проигрышты міндетті түрде тағы да бір рет ойнаймыз. Жай ғана әуен, қайырманың әуені.
басында ойнаған сияқты. Одан кейін 4-ші шумақ қайырма, одан кейін 5-ші шумақ қайырма, ең соңында қайырманы ерекше қылып тағы да бір рет айтып аяқтасаңыз болады. Жалпы әуеннің құрылымы осындай. Менің видео сабағым сізге ұнады деген үміттемін. Егер ұнаса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Видеоның соңына дейін көргеніңіз үшін көп рахмет. Сіз үшін пайдалы болды деген үміттемін. Келесі видеода кездескенше сау болыңыз.